банкомат жасайын деп жатырмын. Мынандай бір коробка аласыздар. Сосын ішінен мен андай пенопласт деймін, осындайдан алдым. Әйтпесе ана коробканыңкі көтермейді екен сыйлықтарымызды. Мен осылай жабыстырамын. Мына жерге қазір жабыстырғаннан кейін мына сыртының бәрін әдемілеп өзімізге ұнайтын жаңағы суреттермен жабыстырып көркемдейміз. Сосын мына жерді тілеміз. Сөйтіп сыйлықтарымызды саламыз. Жұмысымды осылай қарап, ертеңгі сабағыма, ашық сабағыма дайындап жатырмын. Мен жабыстырдым. Мына өте күшті жабысады екен. Негізі кардоннан істеген ғой, алдым нашар болды да ол. Мына өте керемет, апайлар, осылай істесеңіздер мықты. Осының ішінде мысалы мен қайшыны қойып көрдім, жаңағы қайшының әжептәуір салмағы бар, оның түспейді. Өте жақсы ұстайды. Мына апайлар осылай қырқып алдық. Қазір қисық жерлерін тегістеп, енді жоғары жағымен жұмыс жасайтын боламын. Мына белгілеп алдық. Белгілегенде мен нені жуалдызды пайдаландым. Мысалы былай. Мына іште тұр ғой, осы үш жақтан менде ұзын жуалдыз. Міне осыны былай тесіп, мына жағынан шығарасыз. Мына жағынан шығарған кезде нүктелер қалды. Осы нүктенің орны сызамындағы. Енді сіз қандай карточка пайдаланасыз, сол карточкаңызды былай өлшеп алыңыз. Мысалы мен осыны пайдаланамын ертең. Осыны былай қоямыз дағы. Мына осы карточканы қоямыз. Міне ұзындығын осымен белгілеп алуымыз керек. Кем де болып қалмау керек. Жалпы жасап болдық. Осылай жан-жағын істеп болғаннан кейін ішінен картон қойдық. Осылай картонды қиғаштап қойыстық. Мына жерге қазір сыйлықтар қояды. Салмасы. И шоколадты қояйын. Қойды. Менің жетістігім бүгінде бала қуанып алатын, бәрі осы жерге түсіп тұрады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мен сіздерді Дара Бала каналында күтемін. Алдағы уақытта осындай қолдан жасаған заттармен, әртүрлі көрнекіліктермен бөлісіп отыратын боламын. Сабақтан бөлек. Келесі кездескенше